Сәлем, бүгінгі біздің тақырыбымыз биыл қандай түс сәнде? Бүгінгі сабақта өтетін жаңа сөздеріміз: көйлек, жейде, белдемше, күрте, шалбар. Бұл әсел, бұл дана, бұл жанар, ал бұл әлия. Олар сәнді киінгенді ұнатады. Әсел қызғылт түсті көйлек киген. Ол ашық түсті киім кигенді ұнатады. Дана қызыл түсті жейде және қара түсті белдемше киген. Дана классикалық үлгідегі киімдерді ұнатады. Бұл жанар. Жанар үстіне жасыл түсті күрте және шалбар киген. Жанар сәнді әрі ыңғайлы киінеді. Ал бұл әлия. Әлия үстіне жасыл түсті көйлек киген. Әлияға көйлек киген ұнайды. Енді сұрақтарға жауап бер. Жанардың үстінде қандай киім? Дұрыс айтасың, жасыл күрте және шалбар. Ал Дананың үстінде қандай киім? Иә, Данада қызыл жейде және қара белдемше. Әсел қандай түсті киім киген? Дұрыс, Әсел қызғылт көйлек киген. Ал Әлия қандай киім киген? Иә, Әлия жасыл көйлек киген. Ендігі тапсырма. Суретке мұқият қара. Кімнің үстінде жасыл көйлек? Дұрыс айтасың, Әлияның үстінде жасыл көйлек. Қара белдемше кім киген? Иә, Дана қара белдемше киген. Ал кімде қызғылт көйлек? Дұрыс, Әселде қызғылт көйлек. Ал жасыл күрте киген кім? Дұрыс, Жанар жасыл күрте киген. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау бол!